Серхат Зейнеп пен Кадер үшін некелесетінін қыздарға айтуға үйіне келеді. Қыздары күтіп отырады. Әке, сен бізден күмәнданып ДНК тестін жасатыпсың. Егер сенің қыздарың болмасақ не істер едің? Бізді де үйден қуып жіберер ме едің дейді. Серхат түсінбей, қыздарым, не айтып тұрсыңдар? Мен бұл тестті жасатпадым, мен бұндайға бармаймын дейді. Берак келіп Серхатқа, қыздарымыздың сенен емес екеніне қалай күмәндандың дейді. Серхат Беракқа, сен отқа май құйма дейді. Мен қыздарымнан ешқашан күмәнданған емеспін дейді. Хаял әкесіне сенбей, сен бізден жасыру үшін әжем арқылы тест жасаттың. Әжем оны сенің бөлмеңе қойып кеткен, мен сол жерден тауып алдым дейді. Серхат ашуланып анасының үйіне барады. Ана, сен не істедің? Мен саған бұл туралы тіпті ойыңа алма дедім ғой дейді. Себем ханым, ұлым, не айтып тұрсың дейді. Серхат, сен қыздарға ДНК тестін жасатып, оны көз көрінетін жерге қалдырып кетіпсің. Айттым, қыздар көрсе қатты қиналады деп. Олар енді маған сенбейді дейді Серхат. Анасы, балам, мен тек бір сәтке күмәнданып, олардың тест щеткаларын алып клиникаға жібердім. Кейін қатты өкіндім. Бірақ нәтижесі келсе, оны ашпай жыртып қоқысқа тастаймын деп едім. Бірақ қорытынды қағазын мен алған жоқпын дейді. Мүмкін курьер сендерге апарып тастаған шығар дейді. Серхат анасының телефонын көріп, хабарламаны Берак Теджер алғаны жайлы көреді. Серхат ашуланып, мен қазір Бераттың сазайын берем дейді. Әжелері қыздарға келіп кешірім сұрайды. Бұл тестті мен жасадым, әкелерің емес. Қатты өкініп тұрмын, кешіріңдерші. Мен сендерді жақсы көремін дейді. Қыздар, тест оң нәтиже бергендіктен бұл сөздерді айтып тұрсың дейді. Әжелері, қандай нәтиже шықса да сендер менің сүйікті немерелерім болып қаласыңдар. Ол конвертті ашпай жыртып тастағым келген. Мен ол конверттің қорытындысын қолыма алған жоқпын дейді. Серхат Хаялдан, сен ол конвертті қайдан алдың дейді. Хаял, анам мені фотоальбом алып келуге жіберді, сенің бөлмеңе. Өзіне кіруге тыйым салған екенсің. Сол жерден сөреден алдым дейді. Серхат лезде Берактың бөлмесіне келіп, киім кешегіңді алда көзіме көрінбей кет дейді. Берак, түсінгенім, сен бізді сәбиіммен қуып жатсың ба дейді. Серхат, менің адамдарым сені 24 сағат бойы бақылап жүреді. Мен сенің әрбір деміңді біліп отырам. Сен жоғалып кете алмайсың. Босанған күні мен сенен сәбиді тартып аламын. Ал енді бұл жерден кет. Мен саған қыздарымның психикасын бұзуға жол бермеймін деп Серхат Беракты үйінен шығарады. Зейнеп үйіне анасына келіп, жайлап Кадер жайлы мән жайды айтады. Егер мен тұрмысқа шықпасам, Кадерді ала алмайды екенмін. Ал егер жалған неке жасасам деген сәтте, анасы жалған неке болмайды. Адамдар бұны түсінбейді. Мен де, әкең де қабылдамаймыз. Егер жалған неке жасаймын десең, әкеңнің жүрегі көтермейді. Зейнеп, онда Кадерге не болады дейді. Анасы, басқа жолын тап. Мен де, әкең де саған жалған неке жасауға рұқсат бермейміз. Кадер енді Серхаттың үйінде тұрмайды, сен де үйге қайт дейді анасы Зейнепке. Зейнеп Эбрудың бөлмесіне келіп, мен алғаш рет ата-анама айтпай бір қателік жасайын деп тұрмын. Кадерді асырап алу үшін Серхат беймен жалған некеге тұратын болдым дейді. Бұл жалған неке болады, Кадерді асырап алуымыз үшін. Маған оның байлығы да сырт келбеті де маңызды емес. Маған Кадерді бергенше некеде болып, содан кейін ажырасамыз дейді. Эбру таңғалып, шынымен Серхатбекке тұрмысқа шығасың ба? Мүмкін сендердің некелерің шынайыға айналып кетер дейді. Зейнеп, жоқ, олай болмайды. Анама түсіндіріп айтуға тырыстым, бірақ ол тыңдағысы келмейді. Әкем де келіспейтін сияқты. Мен олардан ештеңе жасырған емеспін. Бірақ бұл Кадерді алудың жалғыз жолы. Бұл жалған неке. Кейін тез ажырасып кетемін. Анам мен әкем білмей қалады дейді. Эбру, мен куәгер боламын. Келіспесең, анамызға айтып қоямын дейді. Зейнеп, я, жарайды. Серхат жақсы адам. Ол да Кадердің өмірін сақтап қалғысы келіп, бұл әрекетке барды дейді. Кешкісін Зейнеп үйге келгенде Серхат Зейнепке, қыздарға неке жайлы айта алмадым. Анам қыздарға ДНК тестін жасатыпты. Бүгін оларға неке жайлы айтсам, көтере алмайды дейді. Зейнеп, неге? Қыздардың көңілі түсетінін ойламады ма? Жалпы бұл отбасы мені қатты көңілімді қалдырды. Мен күтпеген нәрселер істейді дейді. Серхат, ал сен ата-анаң айттың ба дейді. Зейнеп, жоқ. Өйткені менің отбасым махаббатсыз үйленуге болмайды деп санайды. Сондықтан мен олардан жасыруға шешім қабылдадым дейді. Серхат, мен қыздарға уәде бергенмін. Менің өмірімде олардан басқа ешкім болмайды деп. Қазір барып жалған неке жасаймын деп айта алмаймын. Мен оларды жоғалтудан қорқамын дейді. Зейнеп, я, дұрыс айтасың. Бұл неке құпия болып қалуы керек дейді.
Кешкі аста Хаял әкесіне: сен ДНК тестінің қорытындысын лақтырып тастапсың ғой дейді. Илким: бекер лақтырдың, әженің үйіне іліп қояр едік дейді. Серхат: қыздар, білемін, әжелеріңе ренжіп жүрсіңдер, бірақ ол бәрібір сендердің әжелерің. Оның қалай өкінгенін көрдіңдер ғой, енді сендерді ешкім ренжітпейді дейді. Хаял: анам қайда деп сұрайды. Серхат: уайымдамаңдар, аналарын қауіпсіз жерде дейді. Зейнеп Кадердің балалар үйінде жүргеніне көңілі түсіп отырады. Серхатқа: бүгін Кадерге барғанымда ол маған қатты ренжіп қалды. Мені де анасы сияқты тастап кетті деп ойлады. Бірақ мен оны жақсы көрем. Оны ұмытпағанымды қалай дәлелдеймін дейді. Серхат: Кадерді көргің келсе, жүр барайық дейді. Серхат Зейнепті Кадер жатқан балалар үйіне алып келеді. Терезе тұсына келіп, Кадер деп айқайлап, терезеге тас лақтырып, Кадерді оятады. Кадер естіп, Зейнеп әпке, келдің бе деп қуанып қалады. Зейнеп: Кадер, сұлуым, біз келдік, сені тастамаймыз, сені жақсы көреміз дейді. Берак қонақ үйде жалғыз өзі қалып не істерін білмейді. Түлайға хабарласады. Түлай аздыра берген алқаға тамсанып отырады. Берак Түлайға хабарласып: маған жалға үй тауып берші, сендердің көшелеріңнен, Зейнептің үй жағына жақын болсын дейді. Түлай: неге? Виллада тұра бермейсіз бе? Кедейлер тұратын районда неңіз бар дегенім ғой дейді. Берак: мен олардың мені өз өмірлерінен сызып тастауына жол бермеймін дейді. Түлай Беракқа Зейнептің үй жағынан үй қарастыра бастайды. Берак хабарласып: үй таптың ба, Зейнептің үй жағынан ба дейді. Түлай: иә, бірақ сізге мүлдем сәйкес келмейді дейді. Берак: жоқ, болады. Келісім шартқа қол қойып маған жібер. Айтпақшы, үй тазалаушы керек. Зейнептің анасы осындай жұмыстар істейді екен. Оны шақыр, бірақ мен туралы айтпай дейді. Түлай: жарайды дейді. Серхат пен Зейнеп Кадерді асырап алу үшін медициналық тексерістен өтеді. Джихан Эбрумен жолығады. Неге қонақ үйден кетіп қалдың? Көп ақша табуға мүмкіндік бар еді ғой дейді. Эбру: сен менен сұрап тұрсың ба? Болған жағдайдан кейін мен сені көргім келмейді дейді. Джихан: неге? Сен сол кезде болған оқиғаға өкінесің бе? Эбру: жоқ, өкінген жоқпын. Бірақ сен мені сүйесің бе деген сұрағыма сүймеймін деп жауап қайтарғандай болып, менің түнімді қорқынышқа айналдырдың дейді. Джихан: мен сені сүйем деп қалай айтамын? Мен үйленгенмін ғой дейді. Эбру: сол түнде үйленгенің есіңе түспеді ме дейді. Джихан: өкінішке орай Азыра мені босатпайды. Сондықтан мен сенімен қалағанымдай тыныш өмір сүре алмаймын. Ол маған ажырасуға жол бермейді дейді. Эбру: сонда сіз мен үшін ажырасар ма едіңіз дейді. Джихан: Эбру, мен саған бұрын ешкімге сезбеген махаббатты сеземін, бірақ оны айта алмаймын. Егер сен Азырамен ажырасқанша күтем десең, деген кезде Эбру: жарайды, қанша күтейін дейді. Джихан: білмеймін. Мен одан үнемі ажырасуды сұраймын, ол келіспейді. Не істейтінімді білмеймін. Оның үстіне ол өз-өзіне қол жұмсаймын деп қорқытады. Ол науқас қой дейді. Деп Джихан Эбруді алдап, өзінің жұмысы үшін тағы да пайдаланбақшы болады.